Қарт ананың қасіреті. Әкем қайтыс болған соң, анамның да денсаулығы сыр бере бастады. Бұл үйде не шешең тұрсын, не мен тұрайын. Шаршатты әбден. Өткіз анау қарттар үйіне. Сол шешең үшін мына үйде күнде ұрыс. Берекеміз кетті. Шалымның артынан неге кетпеді екен? Өткізбесең бала-шағаны жинаймын да кетемін. Қалыңдар, шешең екеуің. Арада бір ай өтті. Әйелімнің қабағы ашылмады. Балаларды әдейі жылатады. Анама әдейі суыған шай, дәмсіз тамақ береді. Жұмыста болатынмын. Үлкен ұлым телефон соқты. Тез жетіңізші, өртеніп жатырмыз деп. Алып ұшып үйге жеттім. Анам өзі тамақ істеймін деп ас бөлмеде өрт шығып кетіпті. Жер үй болған соң сыртқа шығып үлгеріпті. Әйелім де менің артымша келді. Болды, жетер, құрт шешеңді. Бір күні мына түрмен үйді өртейді. Жап жаңа мебелімді құртыпты. Бір жағынан әйелімдікі де дұрыс шығар. Біз үйде жоқ кезде жалғыз қалады. Ертең үйді өртеп жіберсе ше. Одан да қарттар үйінде жағдайы дұрыс болады. Мен осы шешімге тоқтадым. Араға бірер күн салып анаммен сөйлестім. Бір-екі айға сізге санаторийге путевка алып келдім. Демалып, кішкене денсаулығыңызды түзеп қайтасыз. Маған осында да жақсы ғой балам. Ол жерде жағдайым бола қояр ма екен? Сендер жұмыстасыңдар. Мына үйде де бас көз болатын адам керек. Бәрін қойшы. Ол жаққа кетсем кішкентай Баконтайымды сағынамын ғой. Баконтай деп отырғаны ең кішкентай немересі. Әжесімен бірге ұйықтайды. Онсыз тамақ ішпейді. Екеуі бір-біріне сондай бауыр басып қалған. Ар айтып, бер айтып, ол кісіні ақыры көндірдім. Анамның екі сөмке заттарын машинаға салып жатқанда, Баконтай әжесінің кетіп бара жатқанын көріп, қолынан тартып, кетпеші, кетпеші деп жылағаны әлі көз алдымда. Анам да оны қимай, бет орамалымен көз жасын сүртумен болды. Әжең докторға барып келсін қазір. Сосын саған көп ертегі айтып беремін. Құлыным сол, күтіп жүр, мен келемін. Бала жүрек әжесінің енді қайтып келмейтінін сезгендей. Машинаның артынан біраз жерге дейін жылап жүгірді. Періште жүрек бәрін де сезді, бәрін. Анамды атың өшкір қарттар үйіне әкелгенде ғана қайда келгенімізді айттым. Баконтайым сонша жібергісі келмеген еді. Жақын адамының келмеске кетіп бара жатқанын сезіпті ғой. Білемін балам, мен үшін келінмен көп ұрсатын болып кеттіңдер. Солай шешсеңдер көнемін. Қалдырып кет мені. Бірақ бір ғана өтінішім бар. Баконтайды әкеліп тұрыңдар. Көзімнің тірісінде маңдайынан иіскеп жүрейін. Ертең өлген соң мен есіктен шығып жүре бердім. Көлігіме жеткенше жүрегім қатты қысылды. Үйге келдім. Баконтай алдымнан жүгіріп шықты. Көзінен әжемді қайда апарып тастадың деген сұрақты байқадым. Әйеліме анамды қарттар үйіне өткізгенім ұнады. Жаны жай тауып көңілді жүр. Соңғы бір айда жемеген тағамдардың түр-түрін істеп тастады. Бірақ тәбетім жоқ. Күрсіне берем. Анамның орны қатты біліне бастады. Баконтай әжесін күнде сұрайды. Бір күні оны әжесіне алып бардым. Бізді көре сала Баконтайды құшақтай алды. Құлыным, жарығым сол, тәтті балапаным, үлкен жігіт боп кетіпті өзі. Қарашы, әжең саған көп кәмпит жинап қойды. Мә ала ғой ботам. Анам жастығының астынан бір уыс кәмпиттерді алып Баконтайға берді. Жылап тұр. Немересін көргеніне қуанғаннан. Кетерде Баконтай әжесінің қасында қаламын деп жылады. Әжесі жатқан керуеттен жібермей ұстап жылап тұр. Баконтай, құлыным, сен үйге қайта бер, жарай ма? Мен ертең барамын. Ақылдым менің. Үлкен жігіттер жыламайды. Қане папаңмен бара ғой. Үйге келген соң бұлай болмау керек деп ойладым. Анамды қарттар үйіне керексіз адамдай апарып тастадым. Не үшін? Әйелімнің сөзіне ердім. Кетем дегеннен қорықтым. Мен қорқақпын. Жоқ, қандай жағдай болса да анамды қайта әкелуім керек. Осындай ойлармен 3 айдан аса уақыт жүрдім. Анамды көруге де бара алмадым. Өзім басқаратын фирма банкротқа түсті. Оның арасында жалға алып істеп отырған дүкенімді тонап кетті. Тек сәтсіздік, тек шығын. Баконтай есік алдындағы талдан құлап аяғын сындырды. Осының бәрі аз ғана уақыттың ішінде бірінен кейін бірі болып кетті. Бір күні жұмыста қағаздармен басым қатып отырғанмын. Телефоныма белгісіз нөмірден қоңырау келді. Көтердім.
Өмірімдегі ең суыт қоңырау осы еді. Қарттар үйінен хабарласты. Анашым өмірден өтіпті. Бала күнімде мектепке қалай мұнтаздай етіп киіндіріп жібергені, мұғалімдерім балаңыздың сабақ үлгерімі өте жақсы деп мақтағанда, менің ақылдым ғой деп маңдайымнан сипағаны, бір күні өзі көйлек аламын деп базарға кетіп, маған көп киімдер әкеліп әкеме мыналарды көріп, баламызға алғым келіп кетті, көйлекті басқа бір жолы алармын дегені. Мен оқуға түскенде мені құшақтап қатты қуанғаны, үйлену тойымда қуаныштан толқып жылағаны, бәрі көз алдымнан лента болып өтіп жатты. Үйге келіп, әскерде жүргенде амандығымды тілеп жазған ескі хаттарын, анашымның қолтаңбасы қалған сағынышқа толы сарғайған хаттарды құшақтап өкіріп жыладым. Өкініш тірідей өртеді. Енді кеш. Мен тым кеш қалдым. Тіпті жүрегінің соңғы соғысын да естіп үлгермедім.